Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін керемет дәмді, ерекше әрі оңай салаттың рецебін көрсетемін. Бұл салаттың ингредиенттері сондай үйлесімді, қаншалықты дәмді екенін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Қонақ дастарханға, мерекелік дастарханға, тіпті күнделікті дастарханға жасауға керемет салат. Бізге суға піскен тауықтың төс еті қажет болады. Бұл жерде піскен күйінде салмағы менде небәрі 230 грамм. Тауығымыздың төс еті құрғақ емес, сондай сочный болып пісу үшін келесі әдісті қолданамын. Ең алдымен кастрюльге суды қайнатамын, тұзын қосамын. Осы қайнап тұрған суға тауығымызды саламыз. 15 минуттай баяу отта пісіреміз. Кейін отты өшіріп, суығанша осы судың ішінде қалдырамыз. Сонда тауығымыз барынша шырынды, сочный болады. Тауығымызды орташа 4 бұрышты етіп турап алдық. Енді 100 грамм ірімшікті ірі үккіштен өткіземіз. 50 грамм грек жаңғағы қажет болады. Оны жақсылап жуып, кейін пеште, яғни духовкада 180 градуста 5-7 минут кептіріп аламыз. Сондай қытырлақ дәмді бола түседі. Салаттың ішінде сезілу үшін тым майда емес етіп осылай тураймыз. Келесі қажет ингредиент осындай 40 грамм мүкжидек, яғни клюква. Кептірілген түрі қажет болады. Қаласаңыз оның орнына чернослив, яғни кептірілген қара өрікті қосуға болады. Салатымыздың сәнін келтіретін, дәмін келтіретін басты ингредиенттердің бірі ол апельсин. Толық піскен, сондай әдемі, шырынды, түсі қанық апельсин таңдауға тырысыңыз. Апельсинді де орташа 4 бұрышты етіп тураймыз. Қаласаңыз ананаспен ауыстыруға болады. Дегенмен өзіме дәл осы апельсинмен дайындалатын нұсқасы қатты ұнайды. Қолдан 1 минутта 1 жұмыртқадан майонез дайындап жібердім. Сондай дәмді майонез. Рецептісі менің YouTube каналымда бар. 2 ас қасық майонез қосамыз. Мұқият араластырамыз. Салатымыз осымен дайын. Жаңа жыл келе жатқандықтан осындай жаңажылдық венок ретінде сәндеп ұсынуды жөн көрдім. Жан-жағына айсберг қырыққабатын 4 бұрышты майда етіп турап орналастырдым. Меніңше айсберг қырыққабатын бұл салаттың құрамына қосып жіберуге болады, өйткені сондай қытырлақ, жақсы үйлеседі және дәмді. Жан-жағын мүкжидекпен, яғни қалған клюквамен сәндедім. Қаласаңыз анар дәндерімен сәндеуге де болады. Каналымда әрдайым өзіме қатты ұнаған рецепттермен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде дайындаңыздар. Сізге ұнайтынына, сүйікті салатыңызға айналатынына сенімдімін. Келе жатқан жаңа жыл жақсылығымен келсін. Жаңа видеоларда жүздескенше. Құрметті көрерменім, каналымда пайдалы, сенімді, бір жасағаннан шығатын рецепттер көп. Лайк басып, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз.